Ертеде Араб елінде бір араб бай өтіпті. Аты Рашид екен. Рашид байдың 3 ұлы болыпты. Үлкен ұлының аты Спандияр, ортаншы ұлының аты Алдияр, ең кіші ұлының аты Махамбет болыпты. Бір күні Рашид бай 3 ұлын шақырып алып, менің жасым болса келіп қалды. Қартайған шағымда сендердің үйленіп, әйел алғандарыңды көрейін. Сендер үйленіңдер, депті. Бұған 2 үлкен ұлы Спандияр мен Алдияр келседі. Ал ең кіші ұлы Махамбет келісім бермейді. Мен әлі жаспын, әйел алмаймын деп өш айтады. Оған әкесі көнбейді. Ақыры зорлап үйлендіретін болады. Әкесінің көнбейтініне көзі жеткен Махамбет, мейлі, сіздің айтқаныңыз болсын, дейді. Сонда әкесі, қай байдың қызын аласың, дейді. Ал Махамбет әкесіне айтады, мен садақ тартамын. Садақтың оғы кімнің үйінің есігінің алдында, я болмаса төбесінде жатса, сол үйдің ішінде қыз болса да, кемпір болса да, ең арғысы майбыл болса да, аламын деп шарт қояды. Бұған әкесі келседі. Махамбет аспанға қаратып садақты тартып қалады. Сонымен садақтың оғы аспанға зырқырап ұшып кетеді. Енді Рашидтің ең үлкен ұлы 2 байдың қызына үйленетін болады. Тойға әрекет жасайды. Махамбеттің садағының оғын 3 күн іздеп өздері отырған қаладан таба алмайды. Әкей Махамбетке, садақтың оғы табылмады. Сен Юсуп байдың қызын ал. 2 ағаң мен сенің тойыңды қосып жасаймын, дейді. Бұған Махамбет көнбейді. Бұдан соң әкесі Махамбетке ашуланып, сен менің айтқанымды істемедің, мен сені балам демеймін, қайда кетсең сонда бар деп қуып жібереді. Бұл сөзге өкпелеп Махамбет беті ауған жағына кете береді. Қалада қалған әкесі үлкен 2 ұлының тойы пәлен уақытта болады деп бүкіл қалаға хабарлап қояды. Махамбет сол кеткеннен кете береді. Бірнеше күн жүргеннен кейін алдынан бір қалың орман кез болады. Орманның ішінде жалғыз аяқ жолмен келе жатса, алдынан бір жер үй шығады. Сол жер үйдің маңдайшысына қадалып, баяғы өзінің садағының оғы тұр екен. Бұны көріп Махамбет қатты қуанады. Жер үйдің ішіне кірсе, бір маймыл отыр екен. Махамбет өзі айтқан сертінен қайтпайды. Маймылды алатын болады. Бұл жөнінде Махамбет келіп әкесіне хабарлайды. Әкесі Махамбет ел жұрттың алдында масқараламақ болып, ертең той болады. Алған маймылыңмен сен де тойға кел, дейді. Махамбет маймылға қайтып келеді. Маймылға ертең тойға баратынын айтады. Сонда маймыл Махамбетке, мен маймылмын, сен мені тойға ұялмай қалай барасың, дейді. Сонда Махамбет болған оқиғаның бірін қалдырмай айтып береді маймылға. Өзінің оған үйленетінін айтады. Маймылдың, мен хайуанмын, қалай ұялмай үйленесің, дегеніне Махамбет, Құдайдың жазғаны, маған жазғаны сенсің. Сондықтан мен сені аламын, және ертең тойға барамыз, дейді. Сонымен ертесіне Махамбет маймылға, тойға жүр, дейді. Маймыл, егер сен шынымен мені алатын болсаң, маған серт бер, дейді. Махамбет серт береді. Содан соң маймыл сыртындағы кебін шешіп тастайды. Маймылдың терісін киген бір ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, бір өте сұлу қыз екен. Қыз Махамбетке айтады, біз тойға барған соң шарап ішкізеді. Сен шарап ішпе. Егер шарап ішсең, мен саған жоқпын, дейді. Сонымен Махамбет
шарап ішпеуге келседі. Қаланың халқы тегіс Махамбет маймылмен қалай тойға келер екен деп күтіп тұрады. Олардың ойы Махамбет маймылмен келетін болды дейді. Ал қалаға Махамбет маймылмен емес, керемет бір сұлу қызбен келе жатқанын көріп, тегіс таң қалады. Қыздың сұлулығына бүкіл ел болып таң қалсады. Махамбет еркектердің ішіне, оның қызын келіншектердің ішіне кіргізеді. Той думан бола береді. Алғашқы 2 күн Махамбет қалай зорласа да ешқандай шарап ішпейді. 3-ші күн болғанда әкесі Рашид: егер сен менің ұлым болсаң, осы шарапты іш деп Махамбетке шарап ұсынады. Махамбет әкесінің сөзін қимай ішіп жібереді. Шарапты ішіп, кесені әкесіне берген заматта есіктен бір қыз келіп, Махамбеттің келіншегі терезені сындырып, көгершін болып ұшып кеткенін хабарлайды. Бұған Махамбет өте қапаланып, үйден шығып, басының ауған жағына кете береді. Арада қанша жүргені белгісіз, Махамбет бірнеше күн жүріп, қалың бір тоғайға, орманға кездесіп, орманда аралап кете береді. Орманның орта шеніне барған кезде айқайласып дауласқан адамзаттың даусын естті. Бұл не дауыс деп жақындап келсе, 3 дәу өзара төбелесіп жатады. Махамбет дәулерден қорқып жасарынып, ағаштың тасасымен қаша жөнеледі. Сол кезде дәудің біреу көріп қалып: ей адамзат, бері кел, біз сені өлтірмейміз. Біздің арамызда аздап дауымыз бар еді. Соған сен билік айт деп шақырады. Бұны естіген Махамбет: не де болса да барайын. Егер менің айтқаныма көнсе, дауларын шешіп берейін деп ойлайды да дәулерге барады. Дәудің біреуі Махамбетке былай дейді: біз ағайынды 3 жігітпіз. Ең үлкені мен. Мына екеуі менің інім, әкеміз өлді. Әкеден мирас болып 3 нәрсе қалды. Бірінші нәрсе кілем деп жерде жатқан кілемді көрсетті. Екіншісі дастархан, үшіншісі қалпақ. Осы 3 нәрсені өзара бөлісе алмай таласып жатқанымызда сені көрдік. Көлденең кездескен көк атты Қыдыр деген. Осы нәрсені сен бізге бөліп бер. Сенің билігіңе көнеміз, дейді. Бұлардың айтқанын тыңдап болып, Махамбет бұл 3 нәрсені бөлісе алмайтұғын, бұлардың қандай қасиеті бар деп сұрайды. Сонда жаңаға ең үлкені мен деген дәу былай дейді: бұлардың қасиеті кілемге мініп, мені пәлен жерге апар десең, болғаны кілем шөп қалаған жеріңе жеткізеді. Қалпақты кисең ешкімге көрінбейсің. Дастарханды жайсаң әр түрлі тағам дайын бола қалады. Қандай тамақты қалауыңыз біледі. Бұдан кейін Махамбет біраз ойланып тұрып: жарайды, егер маған көнсеңдер, мен бөліп берейін, дейді. Махамбет былай деді: мына садақты атамын, кім бұрын барып садақтың оғын әкелсе, оған кілем берейін. Екінші келгенін қалпақты, ал үшіншіңе дастарханды беремін. Осылай келсесіңдер ме? Деп сұрады. Бәрі бір ауыздан дұрыс келістік, дейді. Олай болса, сендер қатар тұрыңдар. Мен садақты тартқанымда, үшеуің бірден жүгіріңдер, деді Махамбет. Сөйтіп Махамбет садақты аспанға қарай атып жібереді. Үшеуі бірдей садақтың оғының соңынан жүгіріп кеткенде, Махамбет қалпақты басына киіп, дастарханды қалтасына салып, кілемді мінеді де, мені Шам қаласына апар, деп ұшты да кетті. 3 дәу садақтың оғына жетіп, бір-бірімен төбелесіп, ақыры ең үлкені 2 інісін жеңіп, өлдім талдым деп Махамбетке келсе, ол кетіп қалған.
орнын сипап қалады. Әлден уақытта екіншісі келеді. Олар да Махамбеттің кетіп қалғанын көріп, сандарын ұрып, алданғанын біледі. Махамбет сол ұшқаннан ұшып отырып, Шам қаласына келеді. Қаланың шет жағынан орманның арасына келіп, дастарханды жайып жіберіп, әр түрлі тамақтардың атын атап тұрып, дайын бол дейді. Тамақ әп-сәтте дайын болады. Тамаққа әбден тойып, қалаға келеді. Қалада бір саудагерден Ахмет деген кісінің үйі қайда деп сұрайды. Менің әкемнің аты Ахмет деп Махамбеттің қызы аты Жәмила бір сөзінде айтқан болатын. Әлгі саудагер жігіт Махамбетке айтты. Ахметтің үйі осы қаладан 20 шақырым жерде. Күннің батысына қалай жүрсің, алдыңнан үлкен бау кездеседі. Сол бау Ахметтің бауы, дейді. Махамбет бұл қалаға сәске түсті келген болатын. Саудагерге рахмет айтып, Махамбет ормандағы тығып қойған кілемге мініп, Ахметтің бауына келіп қонады. Махамбет, енді қалпақтың кереметін көрейін, кілем мен дастарханның қасиетін көрдім ғой деп, қалпақты басына киіп бауды аралап келе жатып, хауыздың жанында суға шомылып жатқан 3 көгершінді көреді. Көгершіндер суға шомылып болып, сілкініп жіберіп, 3 қыздың бейнесіне түсіп, үйлеріне қарай кетеді. Сол жерде Махамбет өзінің қызы Жәмиланы тани кетеді. Бірақ дыбыс шығармай, қыздардың артынан жүре береді. Махамбет Жәмиланың кірген бөлмесіне кіреді. Енді Махамбеттің қызға көрмейтін көз жетеді. Жәмилаға күтуші әйел тамақ әкеп береді. Тамақты Махамбет қосыла жейді. Тамаққа Жәмила тоймай қалады. Бірақ Жәмила ойлайды, бұл қалай? Күнде тап осындай тамаққа тоятын да едім, және қалып қоятын еді. Ал бүгін тоймай қалдым, себебі қалай? Деп ойға кетеді. Бірақ сыр бермейді. Сол күні Махамбет Жәмиланың қасында қонып шығады. Ертесіне Жәмила әкелген тамаққа тағы да тоймай қалады. Жәмила ойланды. Бұл қалай? Кеше де тамаққа тоймай қалдым, бүгін де солай. Осы маған не болды? Қайтадан тамақ сұрағаным ұятта, деп тамақ сұрамайды. Ал күтуші әйел де өзінше сескенеді. Күнде Жәмила тамақтың жартысын жемей қайтарып беруші еді. 2 күннен бері еш тамақ қайтпайды. Бұған не болды деп ойлайды. Сөйтіп, Махамбет 3 күн Жәмиламен бірге тамақтас болады. 3 күнде де тамаққа тоймайды. Бұл қалай? Бұнда бір сыр бар, тегін емес, дейді ішінен Жәмила. 4-ші күн болғанда Жәмила дауыстап, менің қасымда біреу барсың, кімде болсаң көрін маған, мен саған еш нәрсе істемеймін, дейді. Осы сөздің кейін Махамбет басында қалпағын шешіп, Жәмилаға көрінеді. Жәмила Махамбетті көріп аң-таң қалады. Сол жерде екеуі табысып, бірнеше күн бірге болады. Сонан бір күн Жәмила әкесіне барып айтады. Егер менің бұрынғы күйеуім Махамбет келсе, сіз қосылуға рұқсат етесіз бе? Дейді. Әкесі айтады. Егер сені іздеп келсе, мен рұқсат етемін, дейді. Бұл сөзді Жәмила келіп Махамбетке айтады. Махамбет қалпақты орманға жастырып қойған кілемнің қасына қояды да, өз келіп Жәмиланың әкесі Ахметтің бөлмесіне есігін қағып кіріп келеді. Есіктен келген жігітті Ахмет танымайды. Жөн сұраса да, Махамбет өзінің Жәмиланың күйеуі екені, оны егер рұқсат етсе алуға келгенін айтады. Сонда Жәмиланың әкесі Ахмет: менің қарсылығым жоқ,
шын алғың келсе, күн батыста Македония деген қалада Санобар деген хан бар. Сол ханның құпия әңгімесі бар. Сол әңгімені естіп келіп, маған айтсаң, қызыңды беремін. Болмаса, бермеймін, дейді. Бұған Махамбет көнеді. Бірақ Жәмила қапа болып жылайды. Себебі Санобар барған адамға әңгімесін айтады да екен де, басын кесіп өлтіреді екен. Махамбет кілеміне мініп, Македония қаласына келеді. Хан Санобардың қақпасына келіп, қақпада мен қонақты жақсы қарсы алып күтемін. Қонақ менен ешқандай әңгіме сұрамасын. Егер әңгімесін сұраса, айтамын. Әңгіме аяқталғасын басын аламын. Осыған көнген адам ғана менен әңгіме сұрасын. Деген жазуды Махамбет оқып, кілемін, дастарханын бір-біріне орап, орманға тықады. Қалпақты әжетханаға тығып қояды. Сөйтіп, Махамбет хан Санобардың есігін қағады. Есікті жасауылдар ашып, келген кісіге не керек екенін сұрайды. Махамбет Санобарға келгенін айтады. Жасауылдар Махамбеттен есіктегі жазуды оқыдың ба? Деп сұрайды. Ол оқығанын айтады. Бұдан кейін Махамбетті Санобарға алып келеді. Санобар Махамбеттен неге келгенін сұрайды. Махамбет оған, әңгімеңді естейін деп келіп едім, дейді. Махамбет оған, әңгімеңді естейін деп келіп едім, дейді. Сонда Санобар, мен әңгімемді айтамын. Әңгімені айтып болған соң басыңды аламын. Осыған келсесің бе, дейді. Махамбет, келсемін, дейді. Әңгімеден бұрын Санобар мен Махамбет тамақ жейді. Өздері жеп болған соң Санобар қалған тамақты алдымен итке береді. Одан соң торға салып қойған көгершінге береді. Көгершін тамақты жемейді. Санобар бір адамның бас сүйегін бас салып ұра береді. Сонан соң көгершін тамақты жейді. Мұны Махамбет көріп отырады. Осыдан кейін Махамбет шартқа қол қояды. Санобар әңгімесін бастайды.